Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясын ірі өкілдерінің бірі. 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасықкөл деген жерде туған. Бала кезінен өте зеректігімен көзге түскен Мағжан 4 жасынан хат таниды. Қызылжардағы Бекшев ашқан медреседе 5 жыл оқып, 1910 жылы бітіреді. 1912 жылы Қазан қаласындағы ұстазы, татар жазушы Ғалымжан Ибрагимовтың көмегімен Шолпан атты тұңғыш жинағы басылып шығады. Осыдан соң Мағжан Жұмабаев Омбыдағы мұғалімдер семинариясына түсіп, 1916 жылы оны медальмен үздік аяқтайды. Семинарияны бітірген соң Алаш партиясын құруға қатысады. 20 жылдары бірінші жартысында шығармашылық өніммен еңбекпен шұғылданады. Әйгілі Батыр баян поэмасын жазады. Баспасөзде біраз дүниелерді жарық көреді. 1923-1927 жылдары Мағжан Жұмабаев Мәскеуді жоғарғы әдеби көркем өнер институтына оқиды. Бұл жылдары орыс, батыс Европа әдебиетін терең зерттеп оқыды. Шығармашылықпен айналысқан алғашқы 10 жылда ол ұлт азаттығын поэзияда ең терең қозғаған ақын болды. Өкінішке орай 1929 жылдан 1938 жылға дейінгі ақынның 10 жылдық ғұмырында шығармашылық үндісік орнайды.